Баршаңызға сәлем, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге пирожкидің рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Пирожкидің қамыры суда иленген, соған қарамастан жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Олай болса бастайық. Ыдысымызға суымызды құйып аламыз. Және дрожжымызды бір шай қасық салып, сары май, жұмыртқа қосып, жақсылап араластырып, керегінше ұнымызды салып, қамыр қылып илейміз. Жұмсақ болу керек қамыр. Қамырымызды жақсылап қайтарып илеп, бір немесе 2 сағатқа қоямыз. Менде 2,5 сағаттай тұрды. Өте жақсы көтерілген. Енді қамырымызды ыдысымыздан түсіріп, кішкентай бөліктерге бөлеміз. Менің пирожкиім кішкентай болады, өйткені жеуге ыңғайлы, және балаларда қолына ұстап жегенге ыңғайлы болу үшін кішкентай бөліктерге бөлдім. Осылай барлығын бөліп аламыз. Бұл жерде мен қамырдың жартысын бауырсақ қыламын. Өйткені бұл жерде тым көп, мен 2 есесін жасағанмын бауырсақ жасау үшін. Осылай барлығын бөліп, бетін жауып қоямыз. Енді ішіне салмасына картошкамен болады. Картошканы алдын ала қайнатып аламыз. 5-6 картошканы қайнатып алып, пісіріп, ыдысымызға салып, үстіне пиязды майға қуырып алып қосамыз. Және дәміне қарай тұз, бұрыш саламыз. Салмасы дайын. Енді пирожкиларымызды жасай береміз. Ешқандай оқтаудың керегі жоқ. Қолымызбен осылай жайып, созғылап жайып, салмамызды салып түйеміз. Осылай жақсылап түйеміз, ашылып кетпеу керек. Егер жабысып жатса, қолдарыңызға ұн сеуіп жіберсеңіздер болады. Барлығын осылай түйіп шығамыз. Енді қызып тұрған майға пирожкиларымызды салып, пісіріп аламыз. Осы кезде айта кететін жайт, біз пирожкиларымызды түйіп, бір шетке қоямыз ғой. Одан кейін сол алған кезде үстінен басып барып салғанымыз дұрыс майға. Өйткені олар көтеріліп аударылмайды. Екінші жағына майға піскенде. Осылай қызартып пісіріп аламыз. Міне, менің пирожкиларым дайын болды. Өте әдемі. Камера негізі қанық түсірмей тұр. Өте әдемі болып шықты, қызарып.
менің рецептіммен жасап көріңіздер. Барлық керек ингредиенттердің барлық описание бөліміне қалдырып кететін боламын. Егер ұнап жатса, видеом лайк баса кетіңіз. Рахмет, ас болсын, сау болыңыздар.